Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Әлеуметтік саясаттану білім модулі бойынша дәрісімізді жалғастырамыз. Тақырыбымыз әлеуметтік өзгеріс, жақында болған әлеуметтік пікірталастар деп аталады. Дәрісімізге қысқаша шолу жасақ, өткен тақырыптарымызды бір қайталап, бүгінгі дәрісімізді жалғастыратын болсақ, біз алғашқы дәрістерімізде әлеуметтік өзгерістерге, қоғам туралы, әлеуметтік өзгерістер дегеніміз бір күйден екінші күйге ауысуды, ол әлеуметтік институттар, ұйымдар, қауымдар сияқты жекелеген салалардан тұратынын айттық. Және өзгерістердің эволюциялық, революциялық, прогрессшіл, регрессшіл, имитациялық, инновациялық түрлері бар екеніне айтқан болатынбыз. Осы әлеуметтік өзгерістерді қақтығыс теориясы, құрылымдық функционализм теориясы да зерттейді. Сол сияқты әлеуметтік даму деген ұғымды да қарастырдық. Ол қарым-қатынастардың, құндылықтардың пайда болуына жетелейтін күрделі құрылымдық процесс екенін айтқан болатынбыз. Сол сияқты әлеуметтік ғылымында әлеуметтік жанжал деген ұғым бар екенін, ол Парсонс осы ұғымға, осы мәселенің төңірегінде зерттеулерін жүргізген. Әлеуметтік процесс бұл модификацияның, трансформацияның, кезектесудің, эволюцияның кез келген түрі екенін айтқан болатынбыз. Кеңістіктегі орнын өзгерту, сандық немесе сапалық сипаттамалардың өзгеру екенін айттық. Сол сияқты Штампконың осы өзгерістер процесіне қатысты пікірлерін айтқан болатынбыз. Дәрісте сонымен қатар біз әлеуметтік өзгерістерге итермелейтін эндогендік, экзогендік түрлеріне тоқталдық. Эволюциялық, революциялық, басқа да әлеуметтік өзгерістерді айттық. Маркстың, Вебердің революциялық өзгерістер, эволюциялық туралы, классикалық эволюционизм шектеулілігі, Шпенглер, Тойнби, Парсонс сияқты ғалымдардың көзқарастарына тоқталдық. Постмодернизмдегі, яғни 20-шы ғасырдағы ойшылдардың әлеуметтік өзгерістерге қатысты ойларын да талқыладық. Гидденстің пікірін, сол сияқты модернизм деген модернистік тұрғыда қалай өзгерістер, прогресс қалай зерделенеді, сол мәселелерге тоқталған болатынбыз. Енді бүгінгі дәрісімізде біз революцияларды зерттеуде модернистік бағытқа жатқызуға болатын тұжырымдамалардың толық талдауын Штампко, польшалық әлеуметтанушы береді. Ол революциялардың қазіргі батыс теорияларында 4 негізгі мектепке бөледі. Бихевиористік немесе мінез-құлық. 1925 жылы Сорокин ұсынған революциялардың себептері көптеген халықтың негізгі бейне қосылықтарын басуда және биліктің әлсіздік массалардың өзгеру мінез-құлқына әсер етеді. Джеймс Дэвис пен Д. Гур концепцияларында ұсынған психологиялық, яғни ол жерде революциялардың себептері өз кедейлігін және әлеуметтік әділетсіздігін ауыр сезінеді. Және бүлікке ұшырайды. Құрылымдық, микроқұрылымдық деңгейде революциялар талдау кезінде теріс психологиялық факторларды шоғырландырады. Маркс ойдағыдай, бұл теориялар революция шартты негізінен таптық және топтық қатынастар контекстінде қаралатын экономика мен саясат дағдарысын болжайды. Осы бағыттың өкілі Тедас Кокпол 4-ші топ қоғамның саяси саласын ғана қарастыратын революциялардың саяси теорияларын қамтиды. Революция билік тепе-теңдігін бұзу және бәсекелес топтардың мемлекет басқару үшін күрес нәтижесі деп санайды. Олар талдауға эволюциялық тәсілді түсіндіруге тырысатын, революцияларды түсінуде өзге де екпіндерді қоятын тұжырымдамалар бар.
Азия елдерінде жүзеге асырылған ең танымал революциялардың бірі 1868 жылғы Жапон революциясы Мэйдзин қалпына келтіру деп аталады, және мамандардың айтуынша оның негізгі мазмұны мен дүниетанымы өткенге аударылған утопия. Әлеуметтік эволюция сәті ретінде қарастырылатын революциялық әлеуметтік өзгерістерді мынадай түсінуге табиғи және әлеуметтік ғылымдардағы революция терминінің бастапқы мәнін қалпына келтіреді. Шынында револа сөзі латын тілінен аударғанда қайтару, айналдыру дегенді білдіреді. Оның туындысы революция термині 14-ші ғасырда жаратылыстану ғылымдарда пайда болды және айналмалы қозғалыс шеңбері бойынша жүру дегенді білдіреді. 17-ші ғасырда революция термині саяси философиямен алынған және пайда болған мемлекеттердегі билеушілердің бүкіл саяси элитаның циклдік ауысуын көрсетеді. Сол кезеңде революция ұғымы цикл кезеңдері арқылы өту процесіне қатысты. Ең ақырында бірдей немесе ұқсас жағдайға келді. Маркстің зерттеулерінде революциялардың түсінігі ұмытылып, модернистік парадигма аясында кері мағынаға түсінілді. Өзгерістердің эволюциялық сипаты туралы тезисті қорғау және қоғамдық құрылымдарды сапалы қайта құру процесс ретінде революцияларды жоққа шығару қазіргі заманға неоинституциялық теорияға тән. Сондай-ақ қоғамның өзіне тән институционалдық құрылымын, әлеуметтік өзгерістердің негізгі траекториясын сақтау қабілетін Норт секілді ғалым зерттеді. Әсердің әрекеті нақты қысқа мерзімді даму үрдістерінің болжамсыздығына қарамастан, ұзақ мерзімді перспективада әлеуметтік өзгерістердің жалпы бағыты неғұрлым болжамды болып табылады және оларды кері қайтару мүмкін емес екенін айтады. Бұл тәсілдің шеңберінде революциялар қоғам өзін саналы түрде тарихи эволюцияны өзіне тән бағытына қарай реформалаған жағдайда орын алады деп болжанды. Енді жалпы біз осымен қоғамдағы эволюция, қоғамдағы өзгерістер, ғалымдардың арасындағы пікірталастарды қарастырып шықтық. Бұл тақырып әрине уақыт өткен сайын өзгеріске ұшырайтынын және әлі де талданатын тақырыптардың бірі десек болады. Енді назарларыңызды қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен дәрісімізді біз аяқтаймыз.